деген. Тарихтан ар жағынан қозғайтын болсақ, біз енді қазақпыз ғой, руды айтпай тұра алмаймыз. Бұл жүздің ішіндегі Шілмембет руынан. Шілмембет руынан туған үш арыс бар. Оның біреуі Тұрар Рысқұлов, екіншісі Бауыржан Момышұлы, үшіншісі Шерхан Мұртаза. Үшеуінің де тарихында үшеуі де елім жерім деп кеткен азаматтар. Дүниеге қызықпаған, үйге қызықпаған, тарихында тек қана ел аман болсын. Елдің ойларын жоғары жаққа жеткізіп, ел болайық. Сол елдің ішіндегі бірлігі бар қазақ болайық деген сөзді айтып кеткен үшеуіне де тән дүние осы кісілерде жатыр. Бұл тарихи дүние. Басқа бір бар ғой, 900 кіші бөлінеміз ғой, тарих атамыздан бұл енді 300-500 жыл тарихы бар бөлінген дүниенің ішіндегі бірде-бір рудан шыққан ұшасында арыс тұрға тарихы жоқ. Мақтаныш деген осы. Жердің қасиеті бола ма, елдің қасиеті бола ма, бірақ бұл тарихта қалған дүние. Сол Бауыржанның туған жерінде Шерхан Мұртаза да туған. Өшерде Мұңбұлақ деген, арғырай айтайын десем, өшерде біздің Көксай, Ақсай деген екі жердің аты бар. Біреуі Көксайымыз қырғызбен шекаралас болып отыр. Біздің келініміз осы жерге сояқтан келген екен ғой. Көксайдың ар жағында шекаралас жатқан қырғыз елі жатыр. Соның бер жағында Ақсай, сіздерге жақындаған Ақсай елі деген, Ақсай деген жер бар бүгінгі күнге. Соның ортасында Шілмембет бабаның бабалар жатқан жер екен. Осы жерден 17 километр жерде. Бұлардың бәрінің Тұрар Рысқұловтың ата бабасы, Бауыржан Момышұлының ата бабасы сүйерде өскен. Қалың Ай мен Айша деген кітабы бар, Шерхан Мұртазаның, сонда осы туралы жазады. Жуалы деген сөз содан шыққан. Жуасы көп, Мұңбұлақ дейсің болса, Мұңбұлақта Мұңбұлақ болған, Мұңбұлақтың барында жуа өскен. Айранды қазақта айран көп болды ғой. Айранды тостаққа құйып алады екен де, далаға шығып отырып, жуаны жұлып алып, ішіне салып, қасықпен жеген. Кешегі аштық кезде елді асыраған сол. Ата-бабалары Шілмембет руының көбісі Шілмембет үшке бөлінеді. Шілмембет, Құли Шілмембет дейді. Шілмембеттен 6-7 бала қалған, Тілмембеттен бала қалмаған, Құли Шілмембеттен сол 4-5 атадан тараған үлкен ұрпақ бар. Шілмембеттер сіздің ауыл жақта Түркістан, кешегі Юка дейтін болса, сол Түркістан облысында тұрады, көбісі мынау Түлкібаста, бер жағындағы Ванқы дейтін болса, сол Тұрар Рысқұлов ауданында тұрады, көп Шілмембеттер көп. Бұл жерде негізгі айтайын деген Құли Шілмембеттер тұрады. Інілері тұрады. Мұны осында тарихты білген дұрыс қой деген оймен айтайын. Менің төркінім, мен Шілмембеттің қызымын. Туған жерім Тұрар Рысқұловтың ауылынан әкем. Сіздің айтып отырған мәліметтеріңіздің бәрін білеміз. Және Тұрар Рысқұлов біздің шежіреде ең жоғарғы атамыз. Одан кейін жеті атамды толық атап бере аламын. Бірақ қыз болғандықтан атай бермейміз. Мен қазір енді арқандарға кетіп қалғанмын. Жалпы Шілмембет менің төркінім. Және Тұрар Рысқұлов, Бауыржан Момышұлы біздің ата-бабамыз екенін білемін. Тікелей Тұрар Рысқұловтың ұрпағымын мен. Өте қуанып тұрмын. Сіз айтқан жүрегім сізге жақын тұста соғып кетті. Рахмет. Аман болсын. Қазақ аман болсын.